Vallahi жаман біліңші. Біраз айтып жүргенмін. Кейбіреулердің 1 жыл болды айтып жүргенім. Капасы жоқта шарт беріп бір қадам ары шығамыз. Тән бола. Атқа. Бұлар жай-жай болсын, жай-жай болсын. Давай, давай. Спасибо қайдап қояды еще, көрдіңдер ме? Мына кішкене ірі қошқырлар да бұлар, ірі қошқырлар кішкене. Мынаның капасы жүргенде 1 жыл болды. Кеше жақсылап бір обаз жібергенбіз. Келесі тренировка точно алып келесің бе? Келесі тренировкада қанша удар дедім? Ана тренировкада 2 удардан берген бе? Осы тренировка әкелесіне қанша удар дедім? 5-ің? Жарайды. Жақсылап одан үшін 2 көрейді. Gel. Жеңіл қысып кетті негізі. Бауға еңбек тренировканы кешіп көресіз. Тұр давай енді. Ой, шаппазды еще май. Тұр давай. Так, жігіттер, тағы да айтамын. Капа өздерің үшін, түсіндір ма? Капа болмама, келесі жаттығуда қосыла береді. Бүгін 2 орын ба? Келесі тренировкада 4 орын. Тағы да капа алып келмедім ба? 6 орын. Тағы да айтамын, жігіттер, капа өздерің үшін. Капа деген ол ауызға тіске. Мына тісің емалі, деснасы құртылады. Бір күн айтсам мейлі екен, 2 күн айтсам мейлі екен. Сен 1 жыл болды капасы жүргеніңе. Сен 1 жыл болды капасы жүргеніңе. Жарысқа шығып, жарыста болса жүрген балалар жарысқа шығасында да 1-ші раундтан кейін келесіздер. Ай, капаны алып тастаңызшы ай, дейсіңдер. Тренировкада капаға үйренген бокстасқан бір бөлек. Жарыста капамен бокстасқан бір бөлек та. Тренировкада бокстасып, жарыста үйренесің. Асындар тренировкада капасы бокстасасыңдар да, жарысқа барасыңдар да, біреудің капасын киіп аласыңдар да, ауа жоқ, тұншығып тұрасыңдар. Дұрыс па менікі? Сол үшін жарыста шаршамай капаға үйрену үшін тренировкада капа киіп үйрену керек. Айтып отырмын, біріншіден өздерінің тістеріңе, екіншіден өздерінің денсаулық, үшіншіден тіске демалу жағы, бокстасу жағы, үйрену жағы деген сияқты. Асендер, неяқты кимейсіңдер де, жарысқа барасында үші, біреудің анау, әнегіне бокстасады, біреудің жағына, бірінен кейін бірі шықты ғой, кім соны киген? Кір жағына, аузындағы бактериясы бар, тікілей, не жағына, аузындағы түкірігі бар, сілекей бар, аузының ұқтаған аузын тұрсайды ғой. Қайсысы көрсетті соны? Ардавел. Ардавел. Жақтыр қай? Ардавел ба? Мен жүрген кеттім ана шалым киіп нормально ма десем, нормально қайда. Так что, жігіттер, денсаулық күту керек. Перчатка, шлем, бәрі өздерің үшін бұл капа. Түсініктер ма? Көп нәрсе емес, өздерің үшін болу керек. Келесі жол тренировка болмай ма? Тағы да. Ағайлардың сиқырлы оружиесімен сендерді жазылайын. Олға,